Еліміздегі 100-ден астам ұлт пен ұлысты ұйыстырып қана қоймай, ұғыстырып отырған Қазақстан Халқы Ассамблеясына алда жүктелетін міндеттер қандай болмақ? Аталған сауал 24 сәуір күні Астанада өтетін ассамблеяның 20 сессиясында күн тәртібіне шығарылмақ. Бір халық, бір ел, бір тағдыр тақырыбында өтетін шараға еліміз және шет мемлекеттерден билік, зиялы қауым өкілдері, сондай-ақ қоғам қайраткерлері мен ғалымдар қатысады деп күтілуде. Естеріңізде болса, Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 сессиясын шақыру туралы өкімге ел президенті 23 наурызда қол қойған болатын. Қазақстан Халқы Ассамблеясының 20 сессиясының төңірегінде үлкен дайындық жұмыстар өткізілген болатын. Біздің жаңа депутаттар, халық қалаулары, содан кейін қоғам қайраткерлері, жастар барлығы белсенді қатысып, міне ассамблеяның жаңа 20 сессияның алдында өздерінің жобаларын, өздерінің көрмелерін, өздерінің ұсыныстарын дайындап, сол жерде ел президентіне халыққа жеткіземіз бе деген ойларын айтуда.